Қалайсыздар қымбатты достар, амансыздар ма? Көптеген адамдар ипотека рәсімдейтін кезінде келесідей сұрақ қояды. Мақсат мырза, ипотеканы депозит сатып алып рәсімдеген дұрыс па, депозит сатып алмай рәсімдеген дұрыс па деп. Үлкен өтініш, барша сондай сұрақ қоятын адамдарға осы бейнероликті жіберіңіздерші. Сіздер Мақсатпен деген YouTube каналды тамашалап отырсыздар. Бұл каналда 200-ден астам баспана мәселесіне байланысты сабақтар бар. Қазір мен сіздерге депозитті сатып алса, депозит сатып алмай рәсімдесе қандай переплата болатын, және де депозит сатып алған қаншалықты тиімді екенін көрсетіп беретін боламын. Енді орташа бағаны алатын боламыз. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасында орташа несие 30 миллионға рәсімделеді делік. Міне 10 жақта депозит алып рәсімдегенде қандай болады? Үйдің бағасы 30 миллион, 15 миллион сіздер бастапқы жарна саласыздар, 50-50 қарастырып отырмыз отбасы банкындағы. Енді 30 миллион үйін ОП-16 мен алу үшін 480 мың вознаграждение сатып алу қажет. Плюс банктың комиссиясы 75 мың теңге болады, сол кезде ОП-16 мен ипотеканы рәсімдейміз. 480 мың теңгені сатушыға берілетін ақша, 480 мың вознаграждение себеп сатып алынады. Енді қараңыздар, 30 миллионды ОП-16 мен 480 мың вознаграждение сатып алып рәсімдейтін болсаңыздар, ай сайынғы төлем 243 мың теңгеден болады. 72 ай, 6 жыл. Сол кезде 243 мыңнан 72 ай 6 жыл төлесеңіздер, жалпы төлем 17 миллион 496 мың теңге. Көріп тұрсыздар ғой, міне. 17 миллион 496 мыңнан сіздердің бастапқы жарна ретінде салған 15 миллиондарыңызды алып тастаймыз. Тең, сол кезде артық төлем 2 миллион 496 мың. Жарайды, бағана артық төлемге депозит сатып алуға кеткен, вознаграждение кеткен ақшаны қосалық, плюс банктың комиссиясын қосайық. Сол кезде 3 миллион 51 мың теңге сіздерде жалпы расход болады. Егерде сіздер 30 миллион үйін осылай ОП-16 мен вознаграждение сатып алып рәсімдейтін болсаңыздар. Енді қараңыздар, егер депозит алмай рәсімдейтін болсаңыздар, кетті қарастырамыз. Біз қазір вторичкан примерін көріп отырмыз. 30 миллионның үйі, 15 миллион теңге сіздер бастапқы жарна салдыңыздар, 11,5%-пен рәсімдедіңіздер. Ай сайынғы төлем, сіздер депозитті енді аштыңыздар деп қарастыралға, 287.500-ден. Бірінші 30-36 ай береді, 36 максималын алдық. 10 миллион 350 мың уже переплата бар промзайымда. Дальше кеттік. 4,2%-тен уже 4,2-ке өтуге болады. Себебі сіздердің вознаграждениелеріңіз жеткілікті 36 айдың ішінде жинап үлгереді. 5 жылға рәсімделіктелік. Бұл кезде 236.47-тен 5 жыл төлейсіздер. 16 миллион 995 мың 384 болады. Көрдіңіздер, бұл жыл займының несі жалпы төлемі. 16 миллион 995 мың 384 бұл жыл займының несі жалпы төлемнен сіздер салған 15 миллионды алып тастаймыз. Жыл займының переплатасы 1 миллион 995 мың 384. Көрдіңіздер ма? Енді осы 1 миллион 995 мың 384-ке промзайымда болған переплатаны қосамыз, 10 миллион 350 мыңды. Сол кезде артық төлем 12 миллион 345 мың 384. 12 миллион 345 мың 384-тен 3 миллион 51 мыңды алып тастайтын болсақ, 9 миллион 294 мың 384 теңге сіздер жалпы артық төлейсіздер. Көрдіңіздер ма? Депозит сатып алмай алсаңыздар. Ужас па переплата. Сол үшін достар, мен сіздерге всегда айтам, депозит сатып алып рәсімдеңіздер. Үй бұдан қымбат болса, бұдан көп переплата төлейсіздер. Бірден айтып қойын, мына жерде мен банктық комиссиялар, вознаграждение, госпремияны санап отқан жоқпын. Себебі келесі жылдар қандай госпремия жүргізіледі, оны енді белгісіз ғой. Бұл шамал бір 5%-ке грубо расчет. Жарайды ма достар? Сондықтан тағы да айтам сіздерге, егер де сіздер отбасы банк арқылы 50-50 рәсімдейтін болып отсаңыздар, міндетті түрде депозит сатып алып рәсімдеңіздер. Ол өте тиімді, әрі өте қолайлы. Осы бейнероликтерді барша таныстарыңызға жіберіңіздер. Пайдалы болсын, қаншама адамдар осындай өздерінің үлкен сомадағы көлемдегі ақшаларын үнемдесін достар. Мақсатпен YouTube каналын жазылып қойсаңыздар, бұл каналда 200-ден астам баспана мәселесіне байланысты пайдалы сабақтар бар. Әр қазақстандық баспаналы болсын, мақсатпен мақсатқа.